Адел жерінде, дауылды түнде, орманның қақ ортасында патша мен патшайымның кемесі қамалға қарай асығып бара жатты. Күйменің ішінде патшайым толғатып жатқандықтан қатты ауырды. Кенет күйме құлады. Патшайымға жаңбырдан жасырынатын қауіпсіз жер табу үшін орманнан кетуге көмектесті. Бақытымызға орай, ауа райы қанша қолайсыз болса да, қос ханшайымның аман есен дүниеге келуіне кедергі бола алмады. Бұл екі әдемі ханшайым Лина мен Кристал еді. 9 жылдан кейін екі кішкентай ханшайым өте әдемі және сүйкімді болып өсті. Лина ханшайым өте жігерлі және сыпайы қыз болды. Керісінше, Кристал өте жұмсақ, момын ханшайым болды. Екі ханшайымның 9 жасқа толған туған күнінде патша үлкен той өткізді. Алайда, екі бойжеткен туған күн тортын кеспек болған кезде өрт шықты. Бұл оқиға барлығын шошытып, үрейлендірді. Кристал, сенде бәрі жақсы ма? Әке, не екенін білмеймін. Қараңдар, жалын оның қолында. Ол сиқыршы. Ол сөзсіз сиқыршы. Бүкіл партия кенеттен бейберекеттене бастады. Ханшайымға қатысты сын көбейе бастады. Бұл Лина ханшайымның үрейленіп, кештен қашуына себеп болды. Жаздың ортасында қар жауа ма? Сенгісіз. Кішкентай ханшайым Лина отты қолдарынан қатты қорықты. Ауыртпалық сезінбесе де, оларды сөндіру оңайға соқпады. Бақытымызға орай, патшайым әлі күнге дейін кішкентай ханшайымның сенімді тірек екенін көрсетті. Оның үстіне кішкентай қар тігіншілері Кристал ханшайымның күйіктен айығуына да көмектесті. Вау, бұл өте сиқырлы! Кейінгі күндері Линаның бақсы болғаны туралы хабар елге тез тарады. Адамдар Лина ханшайымын жазалауды немесе қууды талап етті. Оларда да осындай жағдайлар болуы мүмкін еді. Патша қызына деген сүйіспеншіліктен халықты тыныштандыруға тырысып, кішкентай ханшайым Линаны жабық бөлмеге қамауға, егер төтенше жағдай болмаса, көшеге шықпауға шешім қабылдады. Ол қызын жақсы көргендіктен және оны қорғақсы келгендіктен патша басқа жолды ойлай алмады. Содан бір күні Лина өз отымен күзетшілерге шабуыл жасап, жалғыз камерадан қашып кетті деп айтылды. Қызынан хабарсыз ұзақ уақыт өткен соң, патшайымның жүрегі ауырып, жер бетінде қалуға көп өкініш білдіргендіктен дүниеден өтті. Патшаның қасында жалғыз Кристал қалды. Басқа ханшайымға да қауіп төніп қалама деп қорқып, бірден құлыпта қалдырып, бейтаныс адамдармен араласпауды бұйырады. Міне, осылайша 7 жыл өтті. Ал сұлу Кристал ханшайым бір кездегі сырттағы қайнаған қалың қауымға қосылуды армандайтын. Ханшайым, бүгін не жегіңіз келеді? Ештеңе. Күте тұрыңыз. Бір күні Кристалдың ойына батыл ой келді. Қызметші киімін пайдалану идеясының арқасында ол көптен бері сезінбеген еркіндіктің бір сәтінен ләззат алып, қоғамға араласу тілегін орындай алды. Оның жеңіл қадамдары оны тағдырға жетеледі. Қабырғалармен қоршалған ханшайым ретінде ол сырттағы қауіпті әлем туралы көп білмейтін. Жігіттер, тоқтауларың керек. Мен әкеме хабар беремін, ол сендерді ұстайды. Бізді қорқытуға батылы баратын қызметші. Мүмкіндікті пайдаланған жас бала қаскөйлерді тез итеріп жіберіп, құтқарушысын осы қауіпті жерден сүйреп әкетті. Төртеуі бірінен соң бірі мұздықта жүгіре берді.
Ал қуғыншылардың үзілуіне әкеліп соқтырған өте қызықты жағдай пайда болды. Сәттіліктен кейін сәттілік, жаман жігіттерге жақсы аяқталу қиын болды. Жарай, бізге осылай жасауға батылым барды. Мен сені кешірмеймін. Кездейсоқтықтар көбейіп, бұзақының аяғының астындағымыз білте-білте жарылып, салқын суға түсіп кетті. Жаман жігіттер қақаған судан қашып әлек болған сәтті пайдаланып, жас жігіт пен Кристалл ханшайым бірден кетіп қалды. Сыртта көңілді уақыт өткізгеннен кейін Кристалл ханшайым тез сарайға оралды. Ол әлі де сол еркіндік сәттерді сағынды. Бүгін маған көмектескеніңіз үшін рахмет. Бұл өте қызық болды. Бірақ мен қалай шешуге болатынын білмейтін кейбір мәселелер де бар. Бұл баланың аты Нейтан, балықшының баласы. Лина өзінің сиқырлы күшін көрсеткен күннен бастап олардың отбасы кенеттен қиын және кедей болды. Аяз оларды тамақсыз қалдырды. Ал бұл патшалық жағынан болғандықтан менде де жауапкершіліктің бір бөлігі бар сияқты. Мен олардың Линаның кесірінен зардап шеккен адамдардың орнын толтырғым келеді. Бірақ мен оған ханшайым екенімді айтсам, ол маған сенбеді. Неге? Ханшайым, бұл сіздің костюміңізге байланысты шығар. Келесі жолы барғанда өзіңізді ханшайым деп атамаңыз. Бұл бізге қиыншылық әкеледі және сізге енді шығуға рұқсат етілмейді. Жарайды, түсіндім, ойланбадым. Осыдан кейін ханшайым жиі қашып кететін, әр жолы оны Нейтан шығарып салатын. Екеуінің махаббаты да осы уақыт ішінде біртіндеп дамыды. Алайда бір рет үйіне оралғанда оны патша ұстап алады. Қызының қашуға әрекеттенгеніне патша қатты ашуланды. Осыларға куә болған Нейтан да жасырын сүйген адамның нағыз ханшайым екенін білді. Патша мен оның қызы патшаның мәжіліс залына қайтып келе жатқанда бір-бірімен таласып қалды. Мұнда көрші елдің ханзадасы Джозеф ханзада күтіп тұрды. Кристалл, ханзада Джозеф саған ұсыныс жасау үшін осында келді. Ұсыныс? Мен бас тартқым келеді. Кристалл, үйленетін жастасын, қыңыр болуды доғар. Жоқ, менің жүрегімде басқа біреу бар. Күтпеген жерден Кристалл ханшайымның кері реакциясы әдемі де салқын ғайыпты тудырды. Патша мен Джозефті таң қалдырғаны Кристаллдың да әпкесі Лина сияқты ерекше айырмашылығы бар екенін көрсеткені. Кристаллдың мұз күштері сыртқа тарайтыны туралы хабардан қорыққан патша бірден сарайды жабуды бұйырды. Кристаллға жеке бөлмеде қамқорлық жасады. Көп ұзамай патшаның бұл жаңалыққа тосқауыл қоюға тырысқанына қарамастан, Кристалл ханшайымның мұзды сиқыршы екендігі туралы қауесеттер тарай берді. Бұл халықты ашуландырды. Мүмкін емес. Не? Мына өзенді мұздатқан сол ма еді? Не істеуім керек? Көмек пе әлде кек алу ма? Кристаллмен бірге бөлмесіне қарады. Ол бәрін түсінді. Оның 9 жасқа толған туған күнінен бастап, бұл таң қаларлық құбылыстар, содан кейін 10 жылдан астам мұздатылған өзен беті, Нейтанның отбасында болған оқиғалар, барлығы оның кесірінен болды. Кристалл ханшайым, сырттағы жағдай өте бейберекет. Өстек аяғының кесірінен патша маған жағдайды нашарлатпау үшін мен сізді патшалықтан біраз уақыт алып кетемін. Күте тұрыңыз деді. Халық тынышталғаннан кейін қайтып оралуым керек. Ханшайым,
Мен патшалықтың арғы жағында тыйым салынған орманның тереңінде сол мұзды қарғысты жоюға көмектесетін адам бар деп естідім. Сіз сенімдісіз бе? Осылай деді менің қолбасым. Әйтеуір бір үміті бар. Барайық. Кристалл ханшайым жасырынып көпшіліктің арасынан байқамай өтті. Алайда ол өзінің қақпанға түскенін білмеді. Сиқыршы осында, ол қашып өткісі келеді. Кристалл сиқыршы осында, ол қашып өткісі келеді. Адамдар оған шабуыл жасамақ болып, оны қоршауға тырысты. Бірақ оны бірден мұз қабырғасы тоқтатты. Ауыл тұрғындарының шабуылына қарамастан, Кристалл ханшайым әлде таныс тұлғаны байқады. Бәріңіз тынышталыңыздар, мені тыңдаңыздар. Бұл бала не ейтін? Қарт балықшының баласы. Үйін кедей ету үшін өзенді қатырған осы қыз емес пе? Мен отбасылық жағдайымды бәрі білетін шығар. Балық аулап күн көретін отбасы кенеттен кедейленіп қалды. Оқиға болған кезде ол небәрі 9 жаста еді. Тіпті арамызда оның нақты себепкер екенін ешқайсымыз білмейміз. Бірақ бәрібір Лина ханшайымның кесірінен деп сенеміз бе? Енді не? Содан бері ол қауіпті болды ма, жоқ па? Әрине, ол мұндай күшке ие екенін білмегендіктен, және ол ешкімге зиян тигізгісі келмеді. Бәрінің аштығына өзі себепкер болғанын білгенде, ең қатты абыржыған ханшайым болды. Ол оп-оңай күйіп қалатын сәттер де болды. Мен Кристалл сияқты адал адам көрмедім. Ол бәрін жақсы жаққа өзгерте алатынын растағысы келді. Ханшайымның бақытқа толы сүйісі бір ғажап әкелді. Алайда не болғанын көру Джозефтің есептегеніне мүлдем қарама-қайшы болды. Ол қатты ашуланды. Сіздер бұл сылтауларға қалай сене аласыздар? Амасы ол патшалықты осылай шетіне итеріп жіберді. Оны қалай кешіре аламыз? Сен нені қалайсың? Бізді бөлгіңіз келе ме? Сіздің арманыңыз осы ма? Сен ақымақсың, біз сізде жаман емеспіз. Мәртебелі? Джозеф, мен сенен бұндай қулықты күтпеп едім. Тойды бекер ұйымдастырдым. Солдаттар, оны ұстап алып, зынданға тастаңыздар. Кристалл, бәріне мен кінәлімін. Мен қате шешім қабылдадым. Соңғы сүйіктімнен айырылып қала жаздадым. Әке, осындай әсерлі көріністің алдында тұрып, ешкім шыдай алмады. Бәрі көгілденіп, бұрынғы күйіне оралды деп ойлады. Бірақ жоқ, жұмбақ адам пайда болды. Аделелі, мен қайтып келдім.